Ахмер кентінде қаңғыбас иттер қаптап кетті. Жергілікті жұртшылықтың мазасын қашырған хайуандарға қатысты шағымда көбейген. Кішкентай балаларының қауіпсіздігіне қам жеген тұрғындар арнамызға хабарласып, базынасын жеткізді. Халықтың айтуынша иесіз иттердің көптігі соншалықты адамдар көшеде емін-еркін жүруден қалған. Қараусыз қалған иттерден қалай құтыларын білмей әлек болған жұртшылықпен әріптесіміз Дилназ Тұрғазиева тілдесіп қайтты. Қазіргі қоғамдағы басты мәселелердің бірі бұралқы иттердің көбеюі. Қаңғыған жануарлар денсаулыққа ғана емес, сонымен қатар адам өміріне де қауіп төндіреді. Қаланың санитарлық жағдайына да залал тигізуі мүмкін, ауру таратқыштарға да жатады. Біз Ахмер кентіндеміз. Мына жерде қаңғып жүрген иттерді көп кездестіруге болады. Қарайған халықты қаппасына кім кепілдік береді? Жауапты мамандар күніне 10-15-ке жуық ит аулайды екен. Ал бұл иттер қайдан шығып жатыр? Иә, қайдан дейміз ау? Бұл сұраққа эпизоотияға қарсы шаралар бөлімінің бас маманы Ерлік Ордабаев былай деп жауап берді. Қазір осы уақытқа дейін саяжай ұстайтындар ит ұстайта қоя береді. Қазір ол иттер енді баратын жер жоқ. Ауыл аралап қалаға кіреді. Қаланың мусордарлап, міне осыдан қаңғыбас иттің саны көбейеді. Ахмер кентінің тұрғындары аулада шұбырып жүрген бұралқы иттер адамдарға шабуылдай ма деп үрейленіп отыр. Халықтың алаңдайтын жөні бар. Өйткені төрт аяқтылардың күн өткен сайын саны көбейіп барады. Тұрғындардың айтуынша иттер күндізгі уақытта сырт көзден тасаланып қалады. Ал таңертең және кешке көшеде үріп, ұлып жұрттың мазасын қашырады. Жеті қазынаның біріне жататын ит бүгінде ахмерліктер үшін серік емес, секем туғызатын жағдайға жеткен. Шағын аудан тұрғындары да осыны айтып ашынды. Иттер көп қаңғыған. Таңертең балалар сабаққа бармайды. Қашып магазинге тығылады. Сол шығып иттерді қуалап, балаларды автобус салып жүреміз. Сол бір шара қолданса да қаңғы иттерге. Итті көбейіп кетті. Ешкім білмейді шара қолданады. Соған бір шара қолданып, иттер азайса қаңғыған. Аяғы ауыр әйел адамдарға, балаларға оқыс, үлкен кісілерге оқыс. Кейбірде шабыл қаптап барып үріп, арттарынан жүгіреді. Негізінде мен өзім шыққанда бір апаны мен артын қуып жүр екен, артын ана кісі сумкамен айғалап етіп жүр, өз-өзіне. Сонда иттерді біз қуып ары қарай тастыматылап қудық иттерді. Бірақ әкімшілікке звондап айтқанбыз біз. Шара қашын қолданыстар деп, ешкім шара қолданған жоқ. Немереміз бар, мектепке баратын, таңертең сағат 6:30-да үйден шығады. Біреуіміз шығармасақ, балаларды шығаруға мүмкін емес. Ит деген керемет көп. Ешкім қолданбайды. Еш нәрсе шара айтамыз, жарайды дейді. Ана жолы келгенін көргім, бір-екі рет қуып итін еттік дейді, сол қалды солай. Оның үстіне деген өзімізде оқиға болды, осы біздің көшемізде былтыр жазда бір әйел автобустан түсіп кетіп бара жатқан ит деген нападать етіп, қолындағы сүмкесін алам деп, мен немерем көріп қап құтқарған. Иттер көп мұнда осы. Бәрін бірдеме оқып, қайыр болды, 2 жыл бұрын ба бір не алған, олар жата, бір-екі сағатта түсіріп көшіп қайтып қалады. Ешқандай пайда болған жоқ. Ақмерде мына жерде мен көргенмін, бәрі жерде міне. Қай уақыттарда көбірек жүреді? Таңертең, қазір гон басталды ғой иттердің. Балаларыңыз бар ма? Бар, үлкен бар. Балаларға қаншалықты қауіпті? Мені балалар қорқады ғой, оқуға барады, садикқа барады. Кім біледі ол, жүрген итте тісі бар ол. Биылдан бастап елде қаңғыбас жануарларды аулау және өлтіру жұмыстары тоқтатылды. Осы ретте ахмерлік тұрғындардың мәселесі қалай шешімін табатынын білу үшін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына хабарласқан едік. Жауап мынадай. Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң 2 наурыздан бастап күшіне енді. Жаңа заң негізінде Шығыс Қазақстан облысында үй жануарларын ұстау және серуендету қағидалары және Шығыс Қазақстан облысының елді мекендерінде жануарларды аулау, уақытша ұстау және өлтіру қағидалары бекітілді. Бұл иттерді ату мүлдем тоқтатылды деген емес. Адам өміріне қауіп төндіретін иттер міндетті түрде ауланады. Облыс бойынша тұрғындардың өтініштерін қабылдап жоспарлы түрде жұмыс істеудеміз. Облыстық бюджеттен ит мысықтарды аулауға биыл 84 миллион теңге қаржы бөлінді. Өскемен қаласы бойынша жыл көлемінде 5 мыңға жуық ит мысық ауланды. Қаңғыған иттермен күрес үшін биыл қазынадан 34 миллион 166 мың теңге қаржы бөлініпті. Қазіргі уақытта оның 31 миллион 421 мыңы игерілген. Мамандардың айтуынша бүгінге дейін Өскемен қаласы бойынша 850 адамды ит қапқан. Заңды және жеке тұлғалардан көптеп өтініштер арыздар түсуде. Мысалы, міне айта кету керек, 520-дан артық өтініштер түсті. Мұсында қаңғыбас иттерді ұстап беріңдер, жойып беріңдер деген өтініштер.
Бұл негізгі осы қаңғыбас иттер мысықтарды ұстап аулауды Өскемен қаласының да коммунал государственный мемлекеттік предприятие Өскемен вет деген айналысады. Оларда қазір арнаулы 2 машина бар. Және ұстап уақытша жүре алмайтындай қылып істейтін 2 УВШ деген газбен атылатын мылтық ұстаймыз, қолдарымызда бар. Ол және бұл қолданылатын дәрі-дәрмектері бұл мемлекеттік реестрден өткен дәрі-дәрмекті қолданады. Мамандар мәліметіне сенсек, биыл облыс бойынша 12.700 ит пен мысық жойылған, ал Өскемен қаласы бойынша 5.000-ға жуық ұсталған. Дильназ Тұрғазиева, Диас Талғатұлы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.